Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы масштаб. Сабақтың мақсаты оқушыларды масштаб ұғымымен таныстырып, масштабты табуды, қашықтықты өлшеу, оны қағаз бетіне түсіру әдістері туралы білім беру. Картадағы кез келген географиялық объектінің масштабына қарап, қашықтығын анықтауға және оны дәлме-дәл қағазға түсіруді үйрету. Масштабқа байланысты есеп шығаруды үйрету. Бізде масштабпен жұмыс істегенде екі тәсіл көбіне қолданылады: кішірейту масштабы және үлкейту масштабы. Кішірейту масштабы бізде қандай да бір мемлекеттің немесе елді мекендердің аумағын картаға түсіргенде қолданылады. Мысалға, мынау бізде Қазақстан Республикасының картасы. Оның масштабы 1 сантиметрге 1,500,000 сантиметр. Үлкейту масштабы көп қолданылатын салалардың бірі, ол бізде биология. Биология саласында мысалға клетканы алсақ, клетканың мынау тұрған суреттегі масштабы 20,000 сантиметр бөлінген 1 сантиметр. Бірінші тапсырма бізде, бұл жерде көріп отқандарыңыздай, бізде дескриптор берілген. Осы дескриптормен мынау есепті шығару. Тік төртбұрыштың ұзындығы 60 сантиметр, ені 40 сантиметр, масштабы 1/20 қатынасы болатын тік төртбұрыш сызыңдар. Екінші тапсырма бізде тест түрінде берілген. Бұндағы қарастырылатын сұрақ: атаулы масштабты сандық масштаб түрінде жазған дұрыс нұсқаны көрсетіңіз деген. Бізде 5 нұсқа берілген, 5 нұсқаның ішінен таңдаймыз. Қорыта келсек, бүгінгі сабақта масштаб деген өте маңызды түсінік екенін білдік және оған қатысты есептерді шешуді үйрендік. Егер де масштабты жақсы меңгерсе, масштаб тек қана математикада ғана емес, сонымен қатар географияда және басқа салаларда көмегі көп. Кері байланыс бізде тазалық әдісі арқылы өтеді. Бізде тазалық әдісінде шабадан, ет тартқыш, себет болады. Шабадан ол бізде әрі қарай керегіме жарайды. Ет тартқыш: алған ақпаратты өңдеймін. Себет: барлық ақпаратты тастаймын.